Университет қабырғасын бітіріп ауылға келдім. Анам мен үшін несие де алып, қарыз да алып, қомақты сомамен әкімшілікке жұмысқа тұрғызды. Мен әкесіз өстім. Жасым 30-ға келсе де, әкемнің кім екенін әлі де білмейтін бейбақпын. Елдің айтуынша, шешем жасы 30-дан асқанда өзі үшін байсыз туып алған баласымын. Құлаққа түрпідей тиеді. Шындыққа мойынсынып, етім үйренісіп, 30 жылдан бері естіп келе жатқан сөзім. Амал не? Елдердің жеке куәлігіндегі отчество деген жері менде бос. Тегім нағашы атамның, яғни анамның тегімен жазылған. Нұрботаев. Өзім жайлы қысқаша айтқаным. Анам мені қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай аялап өсірді. Әкенің қамқорлығын ақшамен басуға тырысатын. Таңнан кешке дейін жұмыста. Кейде елдің сөзінен естіп қалам. Жүріс жүреді, байы бар. Тағы сондай. Бірақ ес білгелі тек жұмыспен үйдің ортасында шапқылап, шауып жүрген анашымды ол сөзге қимаймын. Екі жұмыс жасайтын. Кейде түнімен бітпейтін қағаздармен қалғып мүлгіп отыратын. Анамнан әкем туралы сұрай бастасам, балам, өзің уақыты келгенде айтамын, мені қинама, дейтін. Әйтеуір руымның арғын екенін, арғындар қыз алыспайтынын ара-тұра айтып қояды. Мен де анамның көңілі үшін қазбаламадым. 6-шы сыныпта оқып жүргенде Жетата деген әдебиеттен сабақ өттік. Жаңадан бітіріп келген жас мұғалима еді. Үй тапсырмасына жетаталарымды жаттап келіңдер деді. Жетатам тұрмақ, әкемді білмеймін, деп ішімнен мырс еттім. Әрине, өкінішті мырсыл. Жетатасын білмеген жетесіз деген, ертең бәріңнен сұраймын, түгел жаттап келіңдер, деп журналын құшақтап, сөмкесін иығына асынып шығып кетті. Үйге келген соң, анама айтуға дәтім бармады. Әкемнің атын айтқысы келмеген анам, жетатамды қайдан айтсын? Үндеместен ертеңіне сабаққа келдім. Бірінші сабақ әдебиет. Я, қане кезекпен, деп сұрай бастады. Бәрі айтты. Кезек маған келді. Нұрботаев, қане? Жаттаған жоқпын. Неге? Кеше айттым ғой. Жетатасын білмеген жетесіз дегенмін дейді. Мен отқан стөлге жақын келіп. Үн қатпадым. Ол да қоймайды. Қане тұр, неге жаттамадың? Жетатасын білмеген жетесіз, деп қақылдай берді төбемнен. Ашуым келді. Жаттамадым, себебі әкемді де білмеймін. Дедім қолымдағы қаламсапты сындырып жіберердей ары-бері күшпен бұрғалап. Әкемді білмеймін дегенің не? Деді тағы қазбалап. Солай білмеймін, не болды? Дедім айқайлап. Даусыңды бас, отыр орныңа. Әкемді білмеймін деп, маған әкіреңдеуін қарашы. Шешең күлге аунап туды ма? Деп, өз стөліне барып отыра бергенде, барлық оқушы ду күлді. Отырған орындығымды құлата қирата, қаламсапты лақтырып жібердім де, есікке беттедім. Нұрботаев, отыр орныңа, қайда барасың? Дегенде. Сұқ саусағымды көтеріп, бар ей, деп орысшалап айтып, есікті бір теуіп ашып, сыртқа шығып кеттім. Ызалы ашу адамның бойын билегенде, айналаңның бәрін қиратқын келеді екен. Келесі сабаққа кіргенімде, сынып жетекшімді ертіп, әлгі мұғалім келіпті. Маған сұқ саусағын көрсетіп, боқтап кетті, тәрбиесіз. Тағы сол сияқты бірдемелерді айтып жамандап жатыр. Керек десең тағы көрсетем, басымда ұртпа, дедім отырған орындығыма шалқая шіреніп. Екі мұғалім екі жақтап жәңкілдеп жатқанда, сөмкемді асынып, тағы есікті теуіп шығып кеттім. Әкемнің жоғынан алғаш қорлануым еді. Ешқашан мұғалімге қарсы шыққан емеспін. Сабағым да жақсы болатын. Күлге аунап туды ма шешең? Деген сөзге сыныптастарым бәрі күлді. Соған намысым келді. 1 жыл бойы әдебиет сабағына қатыспадым. Ол мені мұғалімдер тілімен айтқанда қорытпады. Мен де ол да қасарысып қайтпадық. Соңында директор анамды шақыруға мәжбүр болды. Бар шындықты айтып салдым. Соңында тіл тигізгені үшін өзі сөгіс естіп, Құдайы үшті қойып берді. Мектепті бітіріп кеткенше екеуіміз ата жау болдық.
Содан кейін сабағым нашарлап кетті. Ұйқым қанғанда сабаққа келемін. Келсем де далада, асханада өзімнен кішілерге тиісіп, одан қалса қыздардың соңында жүрдім. Үйтіп-бүйтіп, әупірімдеп мектепті де бітіріп шықтым. ұбт-дан жоғары балл жинай алмадым. Анам ақылы түрде оқытты. Одан пәтер жалдап тұрдым. Күнде қыз-қырқын кафелетіп жүремін. Анам әкемнің орнын ақшамен жауып отырды. Күні-түні еңбектеніп тапқан ақшасын мен бір-ақ күнде клубқа барып шашып келетінмін. Қыздардың бірін жүріп, бірін тастап, кейде сөйлесіп, кездесіп жүрген қыздарымның атын ұмытып қаламын. Түрім тәуекел мүсілім болмаса да қуандық рахым. Өзіме көп алмай-ақ қояйын. Сонда да айтайын. Қасы көзім қиылған, бойым ұзын жігітпін. Кейбір қыздар өздері сөз айтып артынан қалмайтын. Түріме бір, ақшама бір сеніп, шалқып жүріп университет бітіріп ауылға келдім. Алып қаладан таппаған шынайы махаббатымды ауылдан кездесер деп кім ойлаған ол кезде. Университет қабырғасында тиіп қашып, бірде барып, бірде бармай аяқтап, дипломымды қолыма алып келдім. Әкімшілікте жұмыс істеу екінің біріне бұйыра бермейтін жұмыс. Оған кіргізу үшін де аз ақша берген жоқ. Өзім ашық жігітпін. Жиі қалжыңдасқанды ұнатамын. Ортаммен тез тіл табысып араласып кетемін. Көңілді жүремін. Себебі уайымым жоқ. Бар уайымымды анам өзіне алып алған. Маған еш қиындық көрсетпеген. Ол жердегі де біраз қыздардың басын шалып, бабник деген атқа қалдым. Арада 4-5 ай өткенде жастар практикасымен колледж бітірген жас қыз келді. Аса бір сұлу емес, бойы кішкентай арық қыз. Аса мән бермедім. Себебі бір қарағанда өте қарапайым. Келген күннен ол да адамдармен тез тіл табысып кетті. Тіл алғыш. Неге жұмсасаң да жарайды деп тұра жүгіреді. Оны баста сол жердегі қасқырлар, бұрыннан келе жатқан кадрлар осы жерде көзге түсіп қалу үшін зыр жүгіріп жүр дейді. Бірақ олай емес. Жан дүниесі солай қыз екен. Тап-таза, періштедей. Таңда келе сала, шай ішесіздер ме деп қамқор болады. Бәрімізге бокалға құйып, қоюлатып әкеп береді. Жұмсасаң жүгіріп кетеді. Арасында үйінен тәттілер пісіріп әкеліп шайға береді. Әйелдер жағы біреулерді жамандап жатса, үнсіз отыратын. Солай ғой Жазира, десе. Білмеймін, деп біліп тұрған нәрсесін де айтпайды. Жаңа жылдық кеште бас қосу үлкен кафеде өтті. Ішесің бе? Деп арақ құйдым. Жоға, деді таңданып. Онда вино іш, деп оны да бос стаканға құйдым. Ой, жоқ, ішпеймін, ішіп көрмегенмін, деді. Ішіп көр, деп қолқалап қоймадым. Оның алдында осы қызбен бірге келген басқа бөлімдегі жас маманға ішкіздім. Мұны да ішеді деп ойладым. Қайта-қайта тықпалап аузына құйғандай болсам да, жоқ дедім ғой сізге, не істеп отырсыз? Деп долданып, тұрып кетіп басқа стөлге жайғасты. Көп уақыт өтпей, баяу музыкаға қойғанда биге шақырдым. Билемеймін. Ашуланып отырған қызды кешірім сұрап көндіріп ортаға алып шықтым. Қандай керемет қыз. Ұзын қара шашы беліне түсіп тұр. Бетімді жақындатып, шашынан иіскеп билеп жүрмін. Қатты жақындасам, менен қашып итеріп қояды. Масайып қалғанмен, қайта-қайта тартпақтай бердім. Мені итеріп кетіп қалды. Менің көкірегімнен итерген алғашқы қыз осы болды. Баста ғашықтық емес,